Организм дұрыс жұмыс істеуі үшін кез келген ағзаның өз орны бар. Бүгінгі видеода маңызды ағзалардың бірі бауырдың саулығын қалай сақтау керектігі туралы айтатын боламыз. Бауырыңыз токсиндерден тазалауға мұқтаж ба? Бауырды организмге қауіпті заттарды залалсыздандыратын сүзгімен салыстыруға болады. Бауыр біздің ағзамызды алкогольден, зат алмасу өнімдерінен, дәрі-дәрмек, тағамдық қоспалар, химиялық қосылыстар және де тағы басқа зиянды заттардан сақтап отырады. Сіздермен бірге салауатты өмір каналы. Видеоны соңына дейін көрсеңіз, бауырдың тазалаудың көптеген жолдары туралы білетін боласыз. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Токсиндер мен зат алмасу өнімдері жиналып қалған жағдайда бауыр жасушаларын тікелей немесе қабыну арқылы зақымдауы мүмкін. Бауыр өте төзімді және пайда болған проблемаларға қарамастан ұзақ уақыт жұмыс істей алады. Бауыр өзіне түскен күшті еңсере алмағанда қандай белгілер пайда болуы мүмкін? Оң жақ қабырға астының ауыруы мүмкін. Бастапқыда көздің ағы сарғайып, артынша тері де сарғая бастайды. Дене қышиды. Адам ісінеді. Шаршаңқылық, есте сақтау қабілетінің бұзылуы сияқты белгілер пайда болады. Аталған белгілер бауыр аурулары кезінде ғана кездеспейді. Нақты себебін анықтау үшін дәрігерге қаралған дұрыс. Алайда көбі ем-домсыз сауығып, бауырды өздігінен қалай тазалауға болатындығын білгісі келеді. Сізді таңертең ұйқыдан терге ояну, үнемі шаршау, бас ауыру, ішектің дұрыс жұмыс істемеуі мазалап жүрсе, немесе тершеңдікпен аузыңыздан шығып жатырған жағымсыз иіс мезі етсе, әйтпесе тіліңіздегі дақ, артық салмақ, күйзеліс пен ашушаңдық қажытса, онда ағзаңыздың ең қажетті мүшесін тазартыңыз. Бауырды тазарту арқылы зат алмасуды жақсартасыз. Табиғи балмен тазалаңыз. Бұл ем түрі аллергиямен және диабетпен ауырмайтындарға арналған. Бауырды тазартуды бал қосылған су ішумен бастайсыз. Ол үшін 1 стакан жылы суға 1 шай қасық бал араластырып, аш қарынға ішесіз. Бұл әдісті күнделікті әдетке айналдырсаңыз, барлық ағзаңыздың жұмысын жақсартасыз. Мейіз де керемет көмектеседі. Ол үшін 1 уыс мейізді жуып, ыдысқа салыңыз. Үстіне қайнаған су құясыз. Таңертең аш қарынға тұнбаны ішесіз. Лимон суы. Әр күні бауырымызды тазалап, ас қорытуды жақсартқымыз келсе, жылы суға лимон салып ішкеніңіз абзал. 1 стакан лимон қосылған жылы су аш қарынға ішілсе, асқазандағы токсиндерді жоюға көмектеседі. Мол су ішу. Бауырды тазалаудың ең жақсы жолдарының бірі күн сайын 6-8 стакан су ішу. Бұл сондай-ақ бүйректі де тазалап, арықтауға да себеп болады. Адамның тәні әрқашанда дымқыл болуға тиіс. Бұл үшін мол су ішу қажет. Бауырдың сау болуы үшін тамақтану ережелері. Пайдалы майларды, яғни балық майы, жаңғақ майлары, өсімдік майларын таңдау керек. Қаныққан майлардан бас тартыңыз.
яғни бұл майлар фастфуд, маргарин, пальма майлары өте зиян. Бұладан бас тартқан абзал. Диетаға жемістер мен көкөністерді көп қосыңыз. Қанты бар сусындар, алкогольді және қуырылған тағамдарды шектеу керек. Бауырға не пайдалы? Бауыр асқабақ және асқабақ тұқымын жақсы көреді. Олардың құрамында бауыр жасушалық мембранасын құруға және холестерин алмасуына қатысатын көптеген заттар бар. Қызылша тағамы ол да бауырға өте көмектесетін жақсы өнім. Куркума ол бауыр жасушаларын токсиндердің әсерінен қорғайды және липидтердің тотығуын болдырмайды. Бауырға зиянды тағамдар, фастфуд тағамдары, қышқыл өнімдер, тұздалған ет, маринадтар, ұн тағамдары, тәттілер, жануар майы, алкогольді сусындар.